Python тілінің кезекті сабағын жалғастырамыз. Яғни осы бірінші тақырыптың практикалық жұмысына көз жүгіртсек болады. Яғни Python тілінің практикалық бірінші тапсырмалары міне. Төменде келтірілген сөздерден біріккен сөздерді алу программасын құр дейді. Яғни нұр, алты, сәуле, сұлтан, су, бақан, ақ деген сөздерден. Яғни сразу біз не істейміз? Яғни біз міндетті түрде бұл shell окносына емес, жаңа файлға жазуды әдетке айналдыруымыз керек. Және осыны әдетке айналдырып, не үшін бұны әдетке айналдыруымыз мүмкін деген сұрақтар болуы мүмкін. Себебі егер де біз программада қандай да бір қатені жіберген болсақ, сол қатені дәл сол уақытында түзетуге отладка, яғни режим отладка осы жерде болғандықтан біз осыны пайдаланғанымыз дұрыс деп ойлаймын. Енді сіздерге қалай екенін білмеймін, мен жалпы өз ойым сондай. Так, options бізде режим сіздерге көрінетін болған, көріну үшін 22-ге өзгертейін. Енді бірінші бізде нұр, алты, сәуле, су, бақан, ақ. Яғни осы сөздерді бірінші мен сіздерге көрсетейін. Яғни сіздерге осыны жазу барысында сразу төртінші синтаксисін айтайын. Яғни төртінші синтаксисі бұл, егер де бір комментарий қалдыратын болсақ, біз міндетті түрде біз решетканы қоятын болсақ, яғни комментарий қалдыруға болады. Комментарий дегеніміз ол программалық кодқа ешқандай әсерін тигізбейді, керісінше өзімізге көруге ыңғайлы, яғни өзімізге заметка ретінде. Енді яғни осы сөздерден не істеу керек? Сөз құрау керек. Біз бағана білгендей print, яғни біз осы жерге нұр деген сөзге нені қос деген, мысалға сәуле деген сөзді қоса аламыз. Дұрыс па? Енді тура осы жерге нұр деген сөзге қоса аламыз, сұлтан деген сөз қоса аламыз. Және алты деген сөзге қоса аламыз, бақан. Және ақ, сәуле дегенді қоссақ болады. Енді бағана алдында айтып кеткендегідей, бізде апостроф, яғни символдарды міндетті түрде тырнақшаға немесе апострофқа жазу ол міндетті түрде. Яғни біз тырнақша алсақ болады. Ақ, мысалға қосылған сәуле. Осылардың кодын бір көрейік. Яғни біз жаңа файл ашқан кезде оны тексерудің жолы бар. Ол үшін бізде run модуль дегенге бассақ болады, болмаса F5 пернесін баса салсақ жеткілікті. Яғни бірінші оны сохранить ету керек. Сохранить етуге жалпы любой ат берсек болады. Мысалға бірінші есеп, болмаса бірінші тақырып десек те ешқандай проблеманы көріп тұрған жоқ бұдан. Яғни бірінші сөзден бізде нұр, сәуле шықты, екінші нұр сұлтан, мына жерден ақ, сәуле деген сөз шықты. Тексеріп көрсек болады, яғни нұр, сәуле, нұр сұлтан, алты, бақан, ақ, сәуле деген. Яғни бұл бізде болды бірінші есеп. Енді осы жерге алайық біз комментарийға алып қойсақ болады. Бұл бізде болды бірінші есеп. Мына жерге бірінші есеп деп жазып қойсақ. Так, келесі екінші тапсырма. Еліміздің, астанамыздың атауын 4 ретпен баспаға береді. Қазақстан 4 рет, Нұрсұлтан деген 4 рет. Бірақ осы жердегідей қазір шығара берейін. Енді print еліміздің атауы Қазақстан көбейтілген 4. Арасы жабысып қалмау үшін міндетті түрде бір пробел береміз. Және екіншісі print астанамыз қазір Астана болып өзгерді. Бірақ кітаптағыдай жасай берейік.
Осы астанамызды көбейтейік 4-ке. 4-ке. Астана, қазіргі астанамызды жаза салайық. Мысалы, Астана көбейтілген 4-ке. Тексеріп көрейік. Қазақстан шықты, Астана шықты. Себебі жабысып қалды. Неге себебі? Біз осы жерде А деген әріптен соң бос орын қалдырмадық. Енді тексеріп көретін болсақ, бізде как надо шықты, дұрыс па? Дұрыс. Дұрыс болмаса да дұрыс, дұрыс болса да дұрыс деп қоясың. Так. Бұл бізде болды екінші есеп. Так, енді келесі есепті қарайық. Келесі есеп. Python программасының көмегімен төмендегі фигураларды экранға шығарады. Біріншісі баспалдақ, екіншісі тік төртбұрыш, үшіншісі ыдыс. Яғни бізде біз үйренгендегідей, яғни бір жұлдызшаны 4 рет көбейту арқылы болады, болмаса барлық жұлдызшаны жазу арқылы жасауға да болады. Мен осының екі способында көрсетсем болады. Қазір бірінші способ 1 2 3 4 деп, яғни осылай біз жазсақ болады. Яғни осылайдан жасақ болады. Екінші способы бізде жай ғана бір жұлдызшаны жазып, яғни қанша сан болу керек, соған көбейтсек те жеткілікті. Яғни бізде 4 баспалдақ болғандықтан бізде міндетті түрде болу керек, 4 принт болу керек. Сол себепті бізде осыны көшіріп аламыз бірінші жолды, яғни соңында жай ғана сандарын өзгертіп шығамыз. Біріншісінде 4-еу, екіншісінде 7-еу, үшіншісінде 7-ге 4-еу қосамыз 11, 11-ге 5-еу қосамыз 16, яғни 4, 7, 11, 16. 7, 11, 16. Нәтижесін экраннан көреміз. Яғни бізде вуаля, баспалдақ шықты. Так. Мына жерден аламыз. Осы жерге үшінші есеп баспалдақ. Так. Келесі есеп. Бізде нені шығарамыз? Шаршыны шығардық. 4 бір шығарады екенбіз. Яғни ол 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Жалпы 10 штук тұрады. 10 штуктан тұрады. Біз оны былай жасақ болады. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Немесе бағана үйренгендегідей жай ғана осыны 10-ға көбейтсек жеткілікті. Сонда бізде тік төртбұрыш шыққан болады. Енді бұл бізде болды үшінші есеп. Бұл тік төртбұрыш. Төртбұрыш. Төртбұрыш болды. Так, келесі есеп енді. Үшінші есептің стакан, яғни ыдыс, бос ыдыс. Может, бұл кесе ма, бірақ білмейміз енді, бірақ стаканға ұқсайды. Енді тура осыны шығарудың бірақ жолы бар. Енді бұл жерде тек қана бірінші қатарға бос орын беру арқылы екі жұлдызша беріп, араларын бос орынмен толтырамыз. 3 қатарын, ал соңғысын 1, 2, 3, 4, 5, яғни 10-ға көбейді салсақ, соңғы қатарда жеткілікті. Так, print. Яғни бұл жұлдызшаны көбейтеміз 10-ға, бұл соңғы қатары болса, яғни так, енді бізге керек екі жұлдызшамен 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Не үшін 8? Себебі 10-нан 2-ні алатын болсаң, 8, яғни сан шығады. Соответственно, 8 бос орын қалады деген сөз. Осыны көшіреміз 3 рет. Енді нәтижесін тексеріп көрейік. Так, бұл жерде қате кетті. Қате болған жер нормально деген сөз. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Осылайынан біз тексеріп көре берсек болады. Тағы да 3 пробел береді екенбіз. Сонда бізде тура шығады. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Так, тағы да біреуге біз қате кетіп отырмыз. Яғни біз тура осы көріп тұрғандарыңыздай, біз жалпы осы файлдың арқасында, файл жазу арқасында біз кодты қайта-қайта жазу емес, тура сол мезетте, яғни қатесін туралап, бізге нық керек, яғни дайын керек результатты өзімізге қалағанша ғып көруімізге мүмкіндік алып отырық деп айтсақ болады. Так, және бір не қылуды. Міне. Енді прям идеально болмаса да, сол суреттегіге ұқсады деп айтсақ болады. Яғни, 4-ші тапсырма. Суретте берілген бөлменің өлшемдерін есептеп программасын құр дейді. Бөлменің еденінің ауданын тап, 2-ші периметрін, 4 қабырғасының ауданын тап, бөлменің көлемін есепте, жалпы бетінің ауданын есепте дейді. Яғни, бізде берілген жалпы қабырғаның биіктігі берілген, яғни оның ені берілген, ұзындығы берілген. Яғни, осы жерде біз білу керек болғанда бізде конкретно сохранить ете салайық бұл есепке. Енді жауап берсек болады. Енді екінші, яғни біз білу керекпіз, что бөлмелердің ұзындығы берілген. Біз жалпы бұны әр кезде принтқа 3 деп жаза бергеннен көрі, мысалға, оларды бір айнымалыға беріп, қажет кезімізде шақырған бізге тиімдірек болады. Мысалға, бірінші бөлменің еденінің ауданын тап дейді. Мысалға, оны егерде біз айнымалы болмаса, былайынан жазатын едік. Мысалға, print 3 көбейту 4 деп. Енді тексеріп көреміз. Бірінші тақырып, 4-ші тапсырма. Так, 12 шықты. Яғни, біз оны прекрасно білеміз, что формуласы бұның S тең A көбейтілген B-ға тең. Енді, осыны постоянно, мысалы, 3 пен 4 деп жазбау үшін бізге переменный берсек болады. Переменный дегеніміз ол пустой ящик, пустой контейнер, который өзіне, яғни бір жидкость или болмаса бір значение қабылдай алатын атрибуты бар, яғни шаманы біз всегда айнымалы дейміз. Яғни айнымалы дегеніміз өз аты айтып тұрғандай айнып тұрады деген сөз. Яғни қандай мәнді беретін болсақ, сол мәнге ие болады, және ол тұрақты болмауы мүмкін. Яғни әр кезде әр түрлі мән бере аламыз. Яғни бұл ситуацияда енді A бізде 5-ке тең, B бізде 4-ке тең, биіктігі S болсын, ол 3-ке тең. Яғни біз осыны басында бір беріп қойсақ, қалаған кезімізді шақырсақ, ол біздің шамамыз, яғни қаншаға тең екенін беріп тұрады. Мысалға, print S 5, 4, 3. Яғни осыған байланысты енді формулаларды пайдалана берсек болады. Ең бірінші нені есепте деген S дейді. S, мысалға бірінші болсын, S тең A көбейту B. Принтқа не береміз? Әрине, нәтижесін береміз. Ол бізде S болады. Қазір сіздерге мен периметрін и көлемін көрсетем жалпы. Ал қалғанын өздеріңіз үй тапсырмасы ретінде 4 қабырғасының ауданын тап деген өзінің формулалары бар.
соны интернеттен көріп формуласын қоя саласыздар. Екіншісі бізде периметр тең болады мысалы а көбейту б, а қосылған точнее б көбейту 2, а көбейту б көбейту с, яғни биіктігі ұзындығы ені көбейтсек жеткілікті. Яғни бізде енді принтқа міндетті түрде не шығарғымыз келеді нәтижеге, не көргіміз келеді, біз соны сол айнымалын беру керекпіз. Енді біздің ситуациямызда S дегеніміз аудан, а көбейту б ол бізде қабырғасы мен енінің ұзындығы. Ұзындығы мен енінің көбейтіндісі. Екіншісі периметр. Ұзындығы мен енінің қосып 2-ге көбейтеміз. Көлемі, ұзындығы, биіктігі енінің көбейтіндісіне тең. Яғни бірінші аудан, екінші периметр, үшінші көлем. Осыны тексеріп көреміз. F5. Яғни бізде ұзындығы 5 пен 4-ті көбейтетін болсақ 20, ал периметрінде, яғни 5 қосу 4 бізде 9, 9 көбейту 2, 18-ге тең. Ал 5 көбейту 4, 20, 20-ны 3-ке көбейтетін болсақ 60. Енді бізге әдемі көріну үшін біз осы жерге символды қойып жүрсек болады. Яғни ауданы тең болады. Яғни біз символды жазған кезде, символды жазып болған соң, міндетті түрде оны бөлектеп өтір арқылы оны біз білдіру керекпіз, что ол жай ғана сөз екен, айнымалы қасында бөлек тұрады. Ол себебі ол символға жатпайды. Периметрі, көлемі, тең, жерде көлемі тең болсын. Сол кезде бізде более-менее визуально әдемі көрінеді. Яғни бүгінге бізде осымен сабақ бітті. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта көріскенше.